18.000 ғаламтор. Ауакигихара Яманаши префектурасының солтүстік-батыс жағындағы Фудзи тауының етегінде орналасқан орманды аймақ. Оның атауын жапон тілінен көгілдір ағаштар жазығы деп атауға да болады. Ал басқаша жапондықтар бұл орманды Джукай, яғни теңіз бетімен тығыз орналасқан қылқан жапырақты ағаштардың сыртқы түрі ұқсас болғандықтан ағаштар теңізі деп атайды. Алып жатқан аумағы 35 шаршы километр шамасында. Пішіні солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа қарай аздап созылған. Кейбір адамдар Ауакигихара орманын 1 сағатта толығымен жүріп өтуге болады деп ойлайды. Бірақ бұл әсер алдамшы. Салыстырмалы түрде кішігірім өлшемге қарамастан орманда адасып кету оңай, және одан ешқашан шыға алмай қалу қаупі бар. Ауакигихара өзінің қорқынышты аурасына қарамастан ұлттық парк мәртебесіне ие. Ол Токиодан небәрі 102 шақырым жерде орналасқандықтан Астана мен оның төңірегіндегі тұрғындар демалуға осында келгенді ұнатады. Ауакигихара орманы да туристер арасында танымал. Жаяу жүру жолдары орман арқылы өтеді. Соның ішінде солтүстік жағынан Фудзи тауына шығуға арналған. Ауакигихара орманы қалай пайда болды? 864 жылы Фудзи тауының күшті атқылауынан кейін қызыл ыстық лава көптеген бұзылулары, үйінділері мен жерасты өткелдері бар жерсіз ландшафтқа ұқсайтын рельефті қалыптастырды. Кейіннен мұздатылған лаваны орман басып қалды. Содан бұл орман Ауакигихара деген атауға ие болды. Кейбір үлкен үңгірлер тез арада орманның көрнекті орнына айналды, және көптеген туристерді тартады. Орман аумағы негізінен қалың қабырғада өсетін қылқан жапырақты ағаштардан тұрады. Жануарлардың ішінде түлкілер, ұсақ кеміргіштер, құстардың кейбір тұқымдары мекендейді. Жақында орманда бұрын болмаған аюлар көрінді. Қауіпсіздік үшін туристерге жергілікті дүкендерден қоңыраулар сатып алуға кеңес беріледі. Қажет болған жағдайда жағымсыз кездесуді болдыртпай, оларды қорқыту үшін. Ауакигихара өзінің нашар беделін бірнеше ғасыр бұрын алған. Ол кезде Жапонияда убасуте ритуалы орындалды. Бұл сөзбе-сөз кемпірден бас тарту дегенді білдіреді. Бұл өте қорқынышты әдет болды. Егін тоқырау жылдары немесе ашаршылық кезінде жапон отбасылары дәрменсіз қарт адамдарды немесе қажетсіз сәбилерді орманға немесе тауларға апарып, сол жерде өлу үшін қалдыру қалыпты жағдай деп саналды. Осылайша жапондықтар қажетсіз артық ауыздардан құтылып, қалғандарын тамақтандыруға мүмкіндік алды. Сол кездің өзінде Ауакигихара қарауға келмейтін еңбекке жарамсыз туыстарын алып кететін қорқынышты жерге айналды. Орманның қалың ағаштарының тәждері өліп бара жатқан адамдардың мұңы мен жылауын басып қалды. Олар аштықтың азабынан немесе суық пен қорқыныштан жалғыз өлді. Жапон нанымдары бойынша зорлықпен өлген байғұстардың жаны о дүниеде тыныштық таппайды. Олар юриге айналып, табиғи емес жолмен өлген адамдардың әруағына айналады. Әділсіз өлімге ашуланған әруақтар өлген жеріне оралып, орманды аралап, тірі адамдардан кек алады. Олар әсіресе түнде белсенді болады. Осы себепті кейбір адамдар Ауакигихара орманында болған кезде тіпті күндізгі уақытта да өзіне өзі қол жұмсауға түсініксіз ниеті сезіне бастайды. Түнде сол жерде бола отырып, сіз оның өлімі үшін кек алуға юрей қуып жетеді деген қорқыныштан адам өліп кетуі мүмкін. Орманға жақын тұратын жергілікті тұрғындар кеш батқанда, әсіресе түнде орманнан адамдардың қорқынышты айқайлаған дауыстары шығады дейді. Аңыз бойынша ол дауыстар юрей, яғни сол орманда қайтыс болған адамдардың елестеріне тиісті. Олар жан тыныштығын таппай жүр. Сарапшылардың пікірінше, теріс энергиямен Ауакигихара ормандағы барлық нәрселер қаныққан. Сондықтан бұл орманда ештеңені алып үйге әкетуге болмайды. Теріс энергиясы бар кез келген зат жаңа иесіне зиян тигізетіні сөзсіз. Ауакигихарада компостардың дұрыс жұмыс істемеуі де адамдарға түсініксіз жұмбақты әсер береді. Ырымшыл жапондар бұл фактіні юрейдің, яғни елестердің алай амалдарына жатқызады. Бірақ зерттеулер көрсеткендей, орман орналасқан жанартаулық лаваның құрамында темірдің көп мөлшері бар. Ол компас инесін істен шығарады, және тек топырақ деңгейінде. Тұрып, оны қолыңызбен ұстасаңыз, компас қалыпты жұмыс істей бастайды.
Алайда жапондықтар Ауакигихара орманына өз-өзіне қол жұмсау үшін келген адамдарды тартатын себептердің біріне аймақтық магнетизмнің күшеюін жатқызады. Өзінің қайғылы түрде әйгілі болуына байланысты Ауакигихара орманы өзін-өзі өлтіру орманы деп аталды. Және үмітсіздер өз еркімен өлетін орындардың әлемдік рейтингте екінші орынды иеленді. Ол Сан-Францисконың символы болып табылатын биік аспалы алтын қақпа көпірінің алдында тұр. Мұнда адамдар 75 метрлік биіктіктен соңғы рет секіреді. Жыл сайын 100-ге жуық адамдар Ауакигихара орманында мәңгі қалу үшін келеді. Құрбандар саны туралы статистика өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап жүргізіле басталды. Содан кейін Жапон үкіметі мәселенің маңыздылығын түсініп, орманды мәйіттерден тазартудың алғашқы әрекеттерін жасады. Осы уақытқа дейін өз-өзіне қол жұмсаған адамдар шаңға айналғанша айдалада қала берді. Ресми деректер бойынша 2002 жылы 78 мәйіт табылса, келесі жылы бұл сан 100-ден асқан. Жақында жапондық бұқаралық ақпараттар құралдары Ауакигихара орманында өз-өзіне қол жұмсағандар туралы статистикалық мәліметтерді қайғылы жерге тым көп назар аудартпау үшін жариялауды тоқтатты. Үмітсіз және соңғы қадамды жасауды шешкен жапондықтардың көпшілігі мұны асылып немесе есірткінің дозалануы арқылы жасайды. Сондықтан ағаштардың арасында жерде жатқан түрлі дәрі-дәрмектердің пакеттері кездеседі. Көбінесе бұл өлімге жақын ауырсынуды жеңілдету үшін қабылданатын әртүрлі ауырсынуды басатын дәрілер. Ауакигихара орманындағы өз-өзіне қол жұмсағандардың жеке заттары, ұқыпты бүктелген киімдері, немесе тағы да басқа түрлі заттарды көруге болады. Сөмкелер, сағаттар, әмияндар, телефондар, фотоаппараттар. Бұл тағы бір байқұс адамдардың денесі өте жақын болуы мүмкін дегенді білдіреді. Ауакигихарада көптеген жеке заттар бар. Бірақ оларды ол жерден ешкім алмайды. Ешкім өзін бақытсыздыққа шақырып, қарғысқа қалғысы келмейді. Орман төңірегіндегі жағдайға байланысты және Ауакигихарада қаза тапқандардың қалдықтарын жерлеу қажет екенін түсінуге байланысты Жапония үкіметі жыл сайын іздеу жұмыстарын жүргізіп, орманнан табылған мәйіттерді шығару туралы шешім қабылдады. Бұл жұмыстар айналасындағы 3 ауылға сеніп тапсырылған: Нарусава, Фуджикавучико және Кофу. Оларды толығымен Жапон үкіметі қаржыландырып, жыл сайын шамамен 5 миллион иен бөледі. Іздеу жұмыстарына полицейлер мен еріктілер жұмылдырылған. Орман аумағы учаскелерге бөлінеді және мұқият тексеріледі. Зерттелген жерлерді таспалармен қоршайды. Сондықтан орманда сіз ағаштарға байланған көптеген түсті таспаларды таба аласыз. Сондай-ақ бұл ленталарды орманның қалың басына кіре берісте осында келген батылсыз жанкештілер байлайды. Олар әлі де өз ойын өзгертіп, өлімге әкелетін шешімін өзгерте алады деп жасырын үміттенеді. Сонда таспа оларға Ауакигихара орманынан шығып, адаспауға көмектеседі. Табылған мәйіттерді туыстары анықтап, жерлеуге алып кету үшін алып шығып, осыған арналған үй-жайда біраз уақыт ұстайды. Бірақ қайтыс болғандардың көпшілігі үшін ешкім келмейді. Бұл өз-өзіне қол жұмсаған адамдардың толық жалғыздығы туралы айтады. Өзіне қол жұмсау жағдайларының алдын алуға Жапонияда көп көңіл бөлінеді. Ауакигихара орманының барлық негізгі кіреберісінде арнайы қызмет орманға келушілерді бақылайтын бейнекамералар орнатылған. Оларға бірдеңе күдікті болып көрінсе, полиция отряды дереу сол жерге кетеді. Егер бұл түнде орын алса, күдік тудырған адам заң өкілдерімен қатал түсініктеме алынады. Сондай-ақ барлық жолдарда өмірдің ата-анадан мұра болып қалған баға жетпес сый екенін және өміріңізді аяқтауға ешбір жағдайдың тұрмайтындығы туралы ақпарат жазылған үлкен билбордтар ілінген. Қолдау немесе көмек сұрауға жалғыздық немесе қайғы туралы айтуға болатын сенім телефондары да бар. Дегенімен бұл белгілер қорқынышты орманның атмосферасын тағы бір рет еске түсіреді. Және тіпті оларды соңғы қадамға итермелейді деген пікір бар. Сонымен қатар жақын маңдағы елді мекендерде үмітсіздерге өз жоспарларына жетуге көмектесетін заттарды, мысалға арқан немесе белгілі бір дәрі-дәрмектерді сатуға тыйым салынады. Жергілікті дүкендердің сатушылары қарапайым сатып алушылар мен туристерді және орманнан оралуды жоспарламайтын адамдарды ажыратуды бұрыннан үйренген.
Адамдардың оғаш әрекетін көргенде олар полицияны шақырады. Олар мұндай адамдарды арнайы қызмет өкілдеріне тапсырады. Ары қарай олармен психологтар жұмыс істей бастайды. Ауакигихараның орманының жанында жүрген іскерлік костюм киген адамдарға ерекше назар аударылады. Қатал статистика олардың көпшілігінің осында өз-өзіне қол жұмсау үшін келгенін көрсетеді. Іскер адамдар арасындағы өз-өзіне қол жұмсау іс-әрекеттері шарықтау шегі наурыз-сәуір айларына қаржы жылы жабылатын кезеңге келеді. Жұмыстағы нашар нәтиже немесе бизнестің банкротқа ұшырауы оларды үмітсіз әрекетке итермелеуі мүмкін. Жапондықтар үшін жұмыстан, табыстан, отбасынан айырылу ол бет-бейнесін, абыройын жоғалтумен тең. Сондықтан олар тұқым қуалайтын самурайлар ретінде тығырықтан шығудың бір ғана жолын көреді. Ұятқа қалмау үшін бұл дүниені тастап кету. Көптеген жапондықтардың айтуынша, егер сіз бұл орманға кірсеңіз, ол жерден қайтып орала алмайсыз. Өлгендердің рухтары сізді қалың тоғайға азғырып шығармайды деп қатты сенеді. Сондықтан орман жүйкелерін қоздыруды ұнататындарды қатты тартады. Орман ағаштары қатты тығыз болғандықтан көптеген мәйіттер сол күйі табылмай қалуы әбден мүмкін.